Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Біз бүгін капитализм мен социализм жайлы айтамыз. Адамзаттың экономикалық құрылымы пайда болған сәттерден бастап бұл екі ұғым пайда болды. Ол кезде әрине бұл ұғымдар басқаша аталды және жүйесі де басқаша еді. Бір-біріне толықтай кереғар бұл екі ұғымды экономикада ғылыми түрде түсіндіру өте қиын. Алайда біз бәрін қарапайым экономикалық тілде айтып жеткіземіз. Бұл екі ұғымды көрерменге естен кетпестей етіп түсіндіру үшін қарны аш адам мен оған тамақ болатын балықты мысал етіп алайық. Социализм қарапайым түрде аш адамға балық беріп тойдыру. Ең бастысы балық адамға бірдей балық беру. Алайда шынайы өмірде бұл өте қиын, себебі қандай материалдық құнды зат болса да оны теңдей бөлу оңай емес. Біздің мысалда балық. Ол жағдайда біреуге сазан, енді біреуге шортан түседі. Бұл социализм заңдылығын бұзылғаны, яғни арадағы теңдік бұзылды. Капитализм бұл тіпті қызық. Сонымен капитализм заңдылығы бойынша аш адамға балық берілмейді, оның орнына қармақ беріледі, яғни ол енді өзіне керек балықты өзі аулап жейді. Бұл керемет идея екен, бәрекелді деуге асықпаңыз, себебі қармақ аш адамға тегін берілмейді. Әрине, кредитке. Ол ғана емес, енді ол адам көлден балық аулағаны үшін де, балық аулауға рұқсат қағазы үшін де ақша төлейтін болады. Кімге дейсіз бе? Қармақты кімнен алған болса, соған. Ал ол адам, яғни қармақ берген адам өзі көлден еш рұқсатсыз ауменен балық аулайтын болады. Әрине бұл мысал әзілге құрылған және капитализм мен социализмнің ғылыми экономикалық анықтамасы емес. Алайда бұл мысалды ешкім өтірік деп айта алмайды. Егер ресми түрде анықтама берер болсақ, онда социализм бұл адамдардың әлеуметтік жағдайын, материалдық хал ахуалын, еркіндігі мен теңдігін негіз етіп санайтын жүйе. Ал капитализм бұл жеке меншік қауіпсіздігін, заң әділетін және кәсіпкерлікке теңдік ұстанымын алға қоюшы экономикалық жүйе. Сонымен социализм мен капитализмнің не айырмасы бар екенін түсінген боларсыз. Социализмде адам адамды пайдаланады, ал капитализмде керісінше. Әрине, бұл да әрі әзіл, әрі шындық. Сіз қалай ойлайсыз? Социализм жақсы ма, капитализм жақсы ма? Мемлекет үшін немесе халық үшін сіз қай жүйені қолдайсыз және неге? Өз ойыңызды комментарийге жазып қалдырыңыз. Арнамызға өтіп, басқа да экономикалық қызықты видеоларды көріңіз.